Сәлем достар, қайырлы кеш. Бүгін сіздермен бірге тағы да Тибет медицинасының маманы Тілеужанова Лаура. Нұр-Сұлтан қаласынанбыз. Бүгінгі тақырыбымыз кардицепс, табиғи, ғажап деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Өйткені 2012 жылдан бастап осы кардицепс өнімімен танысып, мен өзім, отбасым, жақындарым керемет нәтижелер көріп жатыр. Сол нәтижелермен сіздермен бүгін бөлісетін боламын. Күнделікті адамдар және кардицепс деген өнім туралы менен сұрайды. Бүгін таңертеңді хабарласып, звондап, сөйлесіп жатыр. Сол адамдарға да арнап, осы 8 жылдың ішінде мен отбасым өзім қандай нәтижелер көрдім, сол туралы сіздерге айтып кететін боламын. Қазір 7-ден бастап 7:30-ға дейін кешкі бізде және қазақ тілінде эфир өтеді. Одан 7:30-нан 8-ге дейін орыс тілінде эфир өтетін болады. Енді біздің компанияның кардицепс өнімі сұйық түрде, мына сияқты қоңыр коробкада. Мынау екі түрі бар. Жидкость 1+1 эффект немесе 1+1 нәтиже сұйықтығы деп аталады. Бұл кардицепстің негізінде жасалған осындай препарат. Коробканың ішінде мына сияқты 10 флакон болады. Бір флаконда 20 миллиграмнан ішіндегі мөлшері 20 миллиграмнан бір флаконның ішінде осындай 10 флакон. Бұл кардицепс деген Тибет тауында өсетін сондай әлемдегі сондай ең мықты иммуномодулятор, сол сандықұлақтың негізінде жасалған препарат. Бұның ішінде 77 микро-макроэлементтің барлығы бар. Менделеев таблицасында 104 элемент болса, соның 77-сі осында. Аптекаға барсақ, мысалы үшін А дәрумені бөлек, Б дәрумені бөлек, С дәрумені бөлек деп жазылып тұрады. Оның бәрін бірге сатып алу бір флакон ішінде кездеспейтін нәрсе. Ал мынау кардицепстің ішінде сол 77-сінің барлығы бар. Сіздер басқа жерден витамин, минерал іздеп соның қажеттілігі жоқ. Бұның ішінде 80 фермент бар. Біздің ағзамызға қажетті ферменттер, мысалы үшін біздің ұйқы безіміз инсулин ферментін бөлсе, тағы да ас қорытуға ферменттер бөлсе, солар жетіспейтін болса, соның ішінде природный, табиғи инсулин хумигеннің өзі бар мынаның ішінде. 18 аминокислота. Біздің ағзамызда әсіресе тоқ ішегіміз жасап шығаратын аминокислоталар біздің ағзамызға жетіспей жатса, осының ішінде солар бар. Мысалы үшін тоқ ішегімізде қазір біздің ағзамыз өте мысалы үшін кірлеген, ластанған, оны мысалы үшін екінің бірі тазалап отыра бермейді. Көбінде мысалы үшін іш қату деген пайда болады. Ол ағзаның қалдықтарын шығаруға шамасы келмей жатады. Мына аминокислота жасауға тіпті де мұршасы келмейтін өте көптеген сондай жағдайлар болып жатады. Мына біздің осы бірді-бірі нәтиже сұйықтығы деген кардицепстің ішінде, бұның ішінде кардицепспен қоса феники бар, одан бал бар. Олар гипоаллергенный. Мысалы үшін бізге адамдар келіп сұрайды, сіздерде бал бар екен ғой, маған жеуге болмайды деп. Негізі аллергиясы бар адамдарға қолдануға болады кардицепсті. Бұл гипоаллергенный ішінде. Гипоаллергенный. Өйткені өте мықты нанотехнологиямен жасалған. Біздің препараттардың барлығы, 40 түрлі препарат бар, соның барлығы GMP деген сертификатқа сай. Ол біздің препараттарымызды 12 мемлекет, біздің компанияның 4 заводы бар, соның барлығын тексереді. Мына сияқты сертификат GMP деген бізде 5 жыл сайын осы жанарып отырады. Оның бәрі тексеріледі, заводқа барады, 20 параметр бойынша барлығын тексеріп шығады. Препараттың ішінде спирт жоқ, халал. Бұның ішінде психотроптық, наркотикалық заттар жоқ. Тәуелділікті жасамайды ағзада. Мысалы үшін мынаны ішіп алып, қайта-қайта іше бергің келмейді, ондай жағдай жоқ. Мысалы үшін қажет болса ішесің, қажет болмаса ішпейсің, ондай болмайды. Одан кейін біз көп дәрілерді мысалы үшін қолданған кезде біраздан бір уақыттан кейін олар әсер етпей қояды. Оның ішінде химиялық нәрселер бар, заттар, қосындылар.
ал мынау бізде 100% табиғи өнімнен құралғандықтан ондай болмайды. Мысалы үшін мен 8 жыл бұрын маған қалай әсер етсе, дәл қазір өзі солай әсер етіп жатыр. Одан кейін біздің жаңа Корцепстің өзі 2015-те Женева қаласында, Швейцарияда халықаралық көрмеден өттік. Соның ішінде жаңағы гран-при ұтып алды. Гран-при сапа бойынша гран-при ұтып алды. Бізде швейцарский качество деп айтуға болады. Енді біздің жаңағы Корцепсімізді қоңыр Корцепс деп айтамыз. Қоңыр Корцепс деп, енді сырты коробкасы қоңыр болғандықтан бірді плюс нәтиже сұйықтығы Корцепсімізді бұны аяғы ауыр әйел адамдарға беруге болады. Жәнегі емізетін әйел адамдарға беруге болады. Балаларға, туа салысымен балаларға беруге болады. Мен қазір балаларыма көптеген прививкаларды алмаймын. Өйткені мысалы үшін денеге прививка дейміз да, оның арғы мәнін түсіне бермейміз. Жарайды, прививка керек деп жүре береміз. Мен қазір прививканы алмаймын, және 1 жасқа дейінгілерін ғана алам. Мына Корцепстің өзі сондай накопительный эффект дейді ғой, іше жүріп жәнегі иммунитеттері жылдан жылға күшейіп отырады. Бұрын қазір үлкен балам 14-ке толады. Сол балам өте аурушаң болды кішкентай кезінде. Әртүрлі және бронхолегочный аурулар, сол сияқты аллергический, астматический бронхитқа дейін барып, айлап больницада жататынбыз. Сонда мынаны білсем ғой деп қазір қиын өкінемін. Денсаулығын өте кетіріп алдым қазір. Қайтан қалпына келтіру өте қиын. Ал одан кейінгі, мысалы үшін дүниеге келген 2 қызым бар, оларға уже мына компанияны біліп, осы компанияның Корцепстерімен оларды жазып алатын болдым. Бірде-бір укол соқтырып көрген жоқпын осы компанияға келгеннен бері балаларыма. Бірде-бір жаңағы больницаға жатып көрген жоқпыз. Қандай ауырса да бір 2-3 күн ішінде ары кетсе, бүкіл симптомдармен 1 жұманың ішінде жазылып кетеді. Көп адамдар ойлайды, бұл бады ғой, бұл емдемейді ғой деп. Шын мәнінде мына Корцепстің нанотехнологиямен жасалғандықтан бұның емдік қасиеті өте жоғары екен. Соған әбден көзім жетті. Бұл жаңағы система сияқты жұмыс істейді. Өте тез жұмыс істейді. Мысалы үшін балаларында кішкене температура бола қалса, аламда жаңағы осы Корцепсті 1 флакон беріп жіберемін. Менде мысалы үшін 2-3 флакон ашсам да 2-3 флакон на запас тұрады. Менде 2-3-ін қалдырып қойын, сонда экстренный жағдайларға. Содан мына 1 флакон беріп жіберемін. Одан мына бізде антибактериальный мынандай мазь бар. Геморройный деп аталады, бірақ антибактериальный мазь для кожи деп аталады. Сонымен тілін, мойнын, бүкіл үсті басын сылап шығам, аяқтарын. Одан кейін мына сияқты стопный пластыр деген бар. Стопный пластыр табанға жабыстырады, бұл лимфосистеманы тазалайды, жаңағы температураны басады. Осы 3 препарат менде үнемі тұрады үйде. Бұл менің жаңағы осы компания пайда болғаннан бастап мен скорый помощь шақырмайтын болдым. Сонда мына Корцепстің кереметтігі, бұл сұйық түрінде жасағандықтан ағзаға өте тез әсер етеді. Тілдің астында бізде 40 жаңағы артериалдық қан тамырларының түйіндері тұрады екен. Сонда мынаны Корцепстің өзінің жаңағы флакончиктары болады. Сол флакончиктарымен трубочкалармен, мына сияқты трубочкалар болады. Сол трубочкалармен ішкізіп жіберемін, балаларыма ауыздарында ұстап тұрыңдар деймін. Өзімде ұстап мысалы үшін. Мына тілдің астында ұстап тұрады, күре тамырлар тұрған жерде. Содан 2 минуттың ішінде мына препарат бүкіл ағзамызға қан тамырлары арқылы жайылып жұмыс істей бастайды. Сонда біздің мына қан тамырларымыздың жаңағы түйіндерінің жайылатыны мына біздің клеткаларымыздың аузына питание баратын жәнегі сол арқылы өтеді екен. Мынау мысалы үшін жаңағы сол артериалдық қан тамырлары клеткаларымыздың ауыздарына питание апаратын. Сонда мына Корцепс мына жерге келеді. Клетка әрине өзіне вирус инфекцияларды жұқтыртпайды, бірақ вирус инфекциялар мына межклеточная жидкость дейміз, мына сары, осының ішіне көбейе бастайды, клеткаларға атака жасай бастайды. Сонда Корцепс осы межклеточная жидкость арқылы түседі да мына жердегі вирустарды жоя бастайды.
және ағзаның өзінің иммунный клеткалары бар, иммунный клетка, лейкоциттер, соларға жаңағы питание бере бастайды. Оларға қажет ферменттерді және солдаттарды оқ-дәрі, автомат пулеметпен қамтамасыз еткен сияқты, бұларда сол киллер клеткалар дейді, иммунный клеткаларға сөйтіп қамтамасыз етеді, олар барып вирустарды өлтіреді екен. Содан, мысалы үшін, балаларға бұл кардицепс өте тез әсер етеді. Бірақ та көп адамдардың ағзасы өте жаңағы уланған, ластанған. Содан кейін мына лимфосистема дейміз, мына клеткалардан және жасалып шыққан отработанный материал дейді ғой, клетканы мысалы үшін шығарады, сол реакциядан шыққан заттарды, соны мына лимфосистема сорып алады екен. Мынау тоқсары лимфосистема. Егер сіздің мынау канализацияңыз, мысалы үшін, қалада канализация болды, су ағып тұрады, ары қарай канализация бітеліп қалса, мына жерде затор болады, су ақпай қалады, мына іші бәрі ластанып кірленеді. Сол сияқты мына біздің лимфосистемамыз таза жұмыс істеп тұру керек екен. Ал лимфосистеманы тазартатын, емдейтін дәрі де жоқ, мысалы үшін әлемде. Сонда мына біздің стопный кластерларымыз осы табанда орналасқан бүкіл лимфосистеманың түйіндері бар, точкалары, 62 точкасы. Сол жерге барады да, осы табанға, мысалы үшін, табанға жабыстырғанда, саусақтың бастары, мына жеріне жабыстырам, мынау мұрынның точкасы, мына жерде, мысалы үшін, өкпенің точкалары бар. Сол жерге жабыстыра қоям, тура сол каналдар арқылы бұл өкпедегі және жоғары жақтағы лимфосистеманы тазалап жүреді. Сонда бүкіл вирус инфекциялар сол жерге түскен кезде, иммунный клеткаларда өте жақсы жұмыс істейді. Мына сияқты өзінің жабыстыратын лейкопластыры бар, мына сияқты ішінде шөп өсіп, жабыстырамызды, примерно табанның 3-тен 1 бөлігіндей. Сондықтан осы енді кардицепстің екінші түрі, бұл жаңағы кардицепс өмір қуатының қайнары деп аталады. Өмір қуатының қайнары, осындай флакончиктар бұл жерде. Бұны 14 жастан бастап ішуге болады. Бұның ішінде жаңағы финикимет жоқ, бұның ішінде пантоморала женьшен бар. Өте сондай давлениясы түс кеткен, және химиотерапия алып жатқан, особенно және онкобольнойлар. Одан кейін жаңағы импотенциямен ауыратындар, одан кейін жаңағы денесі өспей сондай әлсіреп, сөйтіп көп ауырып жатып қалған, мысалы үшін адамдар болса, осы жасыл кардицепсті ішуге болады. Жасыл кардицепс деп айтамыз, коробкасы осындай жасыл. Бұл әрбір коробкалардың артында барлық аудармалары, орысша, қазақшалары болады, бүкіл штрих-кодтар болады. Бұларды жаңағы Play Market'тағы скачать етіп бар, считывать QR кодов дейді, сонымен тексеріп қараған өзінде біздің продукциялар Happiness Group деп заводтың аты шығып тұрады. Жасыл кардицепсті, мысалы үшін, менде көп адамдар келіп инсульт алып жатып қалған бір случай болды. Сіздерге случайлар туралы айтып кетейін. Инсульт алып жатып қалған адам, өмірі арақ ішпеген, темекі тартпаған сондай бір кісі екен, мен танысымның дядясы, ағасы. Сол кісі қатты аязда тұрып қалады, тоңып қалады, үйге келеді, бір жағы, оң жағы парализовать етіп қалады. Ол кісі сөйлей алмай қалады. Ол кісі жаңағы жүре алмай қалады. Мысалы, 1,5 метр бір кішкене неге туалетке бару үшін әйел қолтықтағы әрез апарады екен. Содан сол кісі қиналып, 1,5 айдай болды, инсульт алып жатыр, мына продукция көмектесе ме деп менен сұрады. Ол кезде мен жаңа бастап жатқам, сол 2013 жыл болатын. Сол кісі мына бір коробка кардицепсті алып бардым. Да бір флаконнан күніне іше бастады ол кісі. Бір флаконнан бөліп іше бастады, 2 миллиграммнан. Мынандай біз шприцпен өстіп тесіп қоямыз. Мына жерде ауа өтпейтіндей. Өйткені мына флаконның ішінде тірі саңырауқұлақтардың клеткалары. Бұлар бүйтіп ашық тұрса, ашық кетуі мүмкін. Сондықтан инемен ақырын тесеміз де, және шприцпен өстіп сорып алып отырдық. Сөйтіп тілдің астына ақырындап құйып отырдық, жасылдан. Енді жұбайы құйып отырды, өстіп Содан кейін сол кісі одан кейін қосымша мынандай комплекс линжи дегенді берді. Комплекс линжидің ішінде, бұның ішінде кардицепс құрғақ түрінде бар. Және линжи деген тағы да
сондай жоғарғы сортты саңырау құлақ, емдік саңырау құлақ, линжи деген. Бұл кардицепстің өзінен де қымбат. Сол осы екі препаратты іше бастады. 10 күнде ішіп бастап, 10 күннен кейін барсам, ол кісі уже жүріп жүр екен. Жүріп сөйлей бастапты. Содан кейін тағы 10 күннен кейін тағы бір-бірден алды. Осындайдан сол 3 жұманың ішінде ол полностью ол кісі тұрып, жүріп, сөйлеп, қайтадан қалпына келе қалды. Мысалы үшін инсульт өтіп кеткеннен кейін уақыт тез өткізбей сөйтіп емдеп жүрсе, біздің препараттар өте тез жұмыс істейді. Сондықтан ол кісінің жәнегі даже басында өмір бақи шашы түсіп қалған екен төбе жағында. Сол даже шашына дейін өсіп кетті. Сондай питание берген біздің препараттар шашына дейін өсіп кетті, барып таңғалып сондай бір ситуациялар болды. Енді бұл кардицепсті мен өзім емдік қасиетте, мысалы емдік түрде әрине бұл кардицепсті мен мысалы үшін кім қатты ауырып жатыр, онкология болып жатыр, цирроз болып жатыр, сол сияқты бір инфекционный аурулар болады, қатты аллергиялар болады. Бұны алып бір флаконды күніне береміз, мысалы үшін 5 миллиграммнан бөліп береміз, немесе 2 миллиграммнан жиі ғып береміз. Әртүрлі жағдайға әртүрлі өстіп жаңа схемасын жасаймыз, емдік схемасын. Мен өзім таңертең бір флакон менде ашылып тұр, өстіп шприцпен сорып аламын да. Шприцпен сорып алып, таңертең өзіме осындай аш қарынға жылы суға құйып аламын да, осындай бүйтіп құйып, бүйтіп микстура жасаймын. Мынандай микстура ішкен кезде біздің аш жегімізді, тоқ жегімізді тазалайтын. 12 метр және аш жеге күнде әртүрлі тамақ жейміз, бешбармағымыз бар, және тәттіміз бар, мучнойымыз бар, оның бәрі бүкіл жаңағы ішектің арасында тұрып қалады. Сондықтан профилактика ретінде өстіп таңертең аш қарынға өстіп бір стақанды ішіп алам. Сонда біздің аш жегімізде, жаңағы ішектерімізде біздің жаңағы иммунный клеткаларымыз жасалады екен. Сонда егер сіздің жаңағы ішегіңіз жақсы жұмыс істеп тұратын болса, таза болса, сізге ешбір вирус, инфекция, микробтардың бәрі жұқпайды. Жұққанның өзінде организм оларды тез тауып алады да, баратын жеріне барып, қай жерде шоғырланды, сол жерге барып, соның бәрін көзін жойып тастайтын болады. Сондықтан біздің кардицепсті өстіп аш ішекке де ішуге болады. Бұл кардицепсті мысалы үшін мен кремдерге де қолданамын. Кәдімгідей жағып жүрген кремдеріме өстіп аламын да, 1-2 миллиграмм сорып алып, жаңа кремнің ішіне салып араластырып қоямын. Бірақ ол кремді жаңағы холодильникке қойып қою керек. Холодильникке қойған кезде жаңағы ашымайды, өйткені бұл тірі живые клетки, бұл кәдімгі үлкен сондай ананың кремнің эффектісі 5-10 есе артатын болады. Жаңағы лифтинговый крем болса да, омолаживающий крем болса да, соның эффектісін 5-10 есе артатын болады. Бұл кардицепсті көзге де тамызуға болады. Жаңағы ақырын өстіп шприцпен алып аламыз да, инесі тұрады, инесі бүйтіп тұрады, бірақ та мына жерде бір кішкене бір мысалы үшін тамшыдай алып алып, бүйтіп көзді ашып қойып, жатып, бүйтіп көзге тамызып жібереміз. Мысалы үшін көзбен ауыратын, глаукоммен ауыратын, катарактамен ауыратын адамдарға тамызуға болады. Мысалы үшін көп үлкен, егер ағза өте лас болса, бұл және көзден соның бәрін сора бастайтын кардицепс. Әртүрлі іріндер, әртүрлі және көз деген қызарып, адам шошып кетуі мүмкін. Сондықтан біріншіден ағзаны тазалап алған дұрыс. Біздің тазалайтын комплексіміз бар, жәнегі өткен эфирларда менде сақталған осы парақшамда ағзаны қалай тазалау керек деген, сол бойынша тыңдап көруіңізге болады. Сонда ағзаны тазалап алған кезде, кардицепс құйған кезде, сондай қатты обострение болмайды. Одан мына кардицепспен және мұрынға тамызуға болады. Және ватный дискілерді алып, дөңгелек ватный дискілерді бүйтіп ақырын ортасынан бөліп, бүктеп, жаңағы үшбұрыштап соған, жаңағы ақырындап бүйтіп ұшына кардицепсті сеуіп, жаңағы грипп басталып келе жатса, бүйтіп екі мұрынға таға қоюға болады. Сонда мына мұрындағы инфекциялардың бәрі мына жердегі ішінде, мына бүкіл носовой, лобовой, пазухи дейді, солардың ішіне дейін кіріп, мынау жайылып отырып, мешкешіне жіткісі арқылы бүкіл вирус инфекцияларын бәрін жояды. Енді қазіргі пандемия кезінде мына кардицепстің сондай бағасы
бағалылығы өте керемет болып жатыр, өте сондай бағасыз болып жатыр. Талай адамдардың өмірлерін сақтап жүр. Мен қанша адамдарға коробкалы күнделікті деуге болады заказ береді, осының бәрін адамдар алып, сенбегендер сеніп, көздері жетіп, таныстарына, туыстарына, достарына айтып, өзі сөйтіп реклама жасап жатыр, мысалы үшін адамдар. Одан кейін тағы бұны қолданатын жерлері, мына жерде ер адамдарда мысалы үшін простатит деген болады. Сонда өстіп тоже простатит кезінде бүйтіп сорып алады да, шприцқа, уретраға бүйтіп итеріп жібереді, уретраға тамызып жіберіп, сөйтіп простатиттан емделіп жатқандар бар. Және импотенцияға, аденома простаты дейді, ер адамдардың әсіресе ауруларына мына кардицепс өмір қуатының қайнары өте жақсы әсер етеді. Ал мына бірді плюс нәтиже сұйықтығы деген туғаннан бастап балаларға бере беруге болады. Туғаннан бастап 1 айлық балаға 1 тамшыдан, 2 айлық балаға 2 тамшыдан сөйтіп беруге болады. Мен мысалы үшін 3-ші қызыма аяғым ауыр кезде осы 1+1 нәтиже кардицепсін іштім. Мен сонда сол кездегі босанғандағы және толғағым өте жеңіл болды. Тіпті де қайтып босанып қойғанымды байқамай қалдым. Өте жеңіл болды. Және босанғаннан кейін де көп жатқан жоқпын. Сондай тез ширап кеттім. Сол және аяғым ауыр кезде ішіп жүргім мына кардицепсті. 1 миллиграммнан 2 миллиграммнан күніне ішіп жүргім. Сонда сол ең кенже қызым осы ауырмады. Басқалары үлкендеріне қарағанда ойрызымен, әртүрлі гриппен ауырмады. 6 айына дейін тіпті ауырған жоқ. 6 айында бір кішкене мұрны жаңағы қыс кезі болды, бұрқырап бастап еді. Мына 1 флаконда бірақ беріп жүрдім мысалы үшін. Мынанда передозировка жоқ. Мынау табиғи 100% зат, сондықтан алды да сразу бір 3-4 сағаттан кейін басып қалды симптомдары. Сондықтан бұл накопительный эффект дейді. Мысалы үшін ең бірінші бастап осы кардицепсті ішіп, осыны танығаннан бері мен балаларыма беріп отырған кезде бұны 1 айлап ауыратын бала мысалы үшін 1 жұмада жазылатын болды. Антибиотиктарды бермейтін болдым. Содан кейін 1-2 жылдан кейін 3-ақ күн ауыратын болды. Осы стопный мазь кардицепс бере қойын, 1 күн, ары кетсе 2 күн, 3-ші күні жазылып садик мектептеріне кетіп қалады. Қазір міне осы биыл тіпті де ауырған жоқ. Тіпті де ауырған жоқ. 1 күн бе, кішкене жарты күнде бір қырады, бір кардицепсті беріп жүрдім. Сонда накопительный эффект дейді, бұл жылдан жылға сондай біздің иммунитетіміз қалыптасады екен. Мен соны бұрын даже ондайды ешкімнен білмейсің ғой, өзің көрмегеннен кейін. Сондықтан мен өстіп өзім өз отбасымда осындай эксперименттер жасадым. Вирус кезінде мысалы үшін жолдасыма бердім, жасыл кардицепсті өте тез, сонда жеңіл өтіп кетті, тіпті ауырғандай болған жоқ. Енді біздің сол кардицепсіміз мынандай біздің күнделікті сусын деген шайымыздың құрамында бар, және сіздерге көрсеткен комплекс линжи деген препараттардың құрамында бар. Енді біздің осы кардицепс деген саңырауқұлақ, басында айтып кетуім керек болатын, суретті бастап қойған, мына сияқты Тебек таудың басында өсетін 3000 метр биіктікте өсетін мына сияқты саңырауқұлақтар. Бұлар мысалы шыннан бөлігі ең сапалы императорский сорт деп аталады. Біздің кардицепсте жасалатын мына шикізатымыз мынандай бөлігінен 7 болады. Бұл 7 бөлік болғаны сондай биіктікте, мысалы үшін жаз кезінде 40 градус ыстық, қыс кезінде 40 градус аяз, сондай экологиялық жерде осы саңырауқұлақ өсіп шығады. Өсіп тұрған кезде және өзінің спораларын шашып бар жатыр, бір жаңағы құрт жорғалап бара жатқан кезде сол жаңағы шашып тұрған споралары құрттың мұрны арқылы кіреді, ішінде өсіп, одан кейін қыс келген кезде құрт жердің астына барып жаңағы жат қалады. Жердің астына барып жат қалады, ішіне кіріп кетеді, жердің астына қыс келеді. Сонда қыс бойы жаңағы грипп паразит дейміз, сон спорасы және құртты ішінен жеп өсіп шығады екен. Өсіп шығып, және жаз келген кезде жаңағы жердің бетіне шығады, мысалы үшін гүлдеп.
сөйтіп шыққан кезде бұл жаңағы флора мен жаңағы өсімдік әлемі мен фауна, жаңағы жануарлар әлемі, сол екеуінің бірігіп шыққан жаңағы зат екен. Бұндай флора мен фаунадан бірге құрылған әлемде бір нәрсе жоқ екен. Бұл кардицепс деген 2000 түрі болады. Бізде жаңа ең жоғарғы императорский түрі. Бұрынғы заманда неше ғасыр бұрын, 1990 жылға дейін бұл кардицепсті әлем білмеген. Тек қана Қытай елі білген, жәнегі Тибеттегілер білген, олардың соның ішінде олардың императорлары және қолданған. Императорлардың ішінде Мин деген император 240 жылға дейін өмір сүрген. Бұл кардицепсті грипп бессмертия деп айтады. Сондай грипп бессмертия деген аты бар өзінің. Және китайский стенаны құрған кезде, жасап шығарған кезде, енді әлемнің 7 ғаламатының бірі ғой. Сонда бір кәсегені береді екен, күріш ішіне сол кардицепсті сеуіп қойды екен, ұнтақтап. Сонда жаңағы сөйтіп китайский стенаны жасап шығарған, әсіресе көп, мысалы үшін тарихта жазылған, Қытайдың әскерлері сондай неме дейді, мықты дейді, сондай выносливый деп айтады. Ол неден дегенде осы кардицепсті жасайды екен. Жәнегі бір өткен ғасырдағы бізде 1994 жылы ма, мен енді кішкене есіме түсірмедім, сол кездері бүкіл әлемдік олимпиада болады, всемирная олимпиада 4 жыл сайынғы. Сонда Қытайдың спортсменкалары, жас қыздар 6 жаңағы международный рекордтарды, халықаралық рекордтарды басып озады екен. Сонда құрамында жаңа олардың питаниясына кардицепсті кіргізген екен. Қазір бұл кардицепс таза табиғи зат болғандықтан бүкіл жаңа антидопинговый тесттардан бәрін өтеді. Біздің Алматыдағы спортсмендеріміз, боксерларымыз осы біздің препараттарды қолданады. Енді көбіңіз мүмкін білетін шығарсыздар, осындай құрттар бізде өседі, Байшынарымда дейді, Марқакөлде дейді, Алматының маңайында деп мен естіп жатамын. Ол әрине осыған ұқсайтын құрттар, бірақ та оның көбелегі де және саңырауқұлағы да бөлек. Ал біздің именно осы кардицепс, Германияда ешбір кардицепс жаңағы сертификациядан өтпеген екен. Енді өзіңіз білетін 20 жыл істеп келе жатқан тоже үлкен компаниялардың кардицепстері сертификациядан өтпеген екен. Біздің кардицепс 2 жыл бойы тексеріп, Германия лабораториясы, біз қазір ол жерде ресми түрде осы продукциямызбен жұмыс істейміз. Германия, Чехия, 12 мемлекетте жұмыс істейміз. Өйткені бұл негізі таза табиғи өнім болып табылады. Енді сіздерге уақыт болып қалды. Осымен қазір мен орысша эфирім басталады. Енді тағы не айтып кетсем екен деймін. Енді өте көптеген ауруларға ем болып жатыр осы кардицепс. Адам әлсіреп кеткен кезде, жәнегі қан ауруларына көмектеседі, бала көтеруге көмектеседі. Почкаға энергия береді, біздің бүйректерімізге, жүрегімізге, легкийімізді питать етеді. Өкпемізге жәнегі оттегін береді, қамтамасыз етеді. Бұны әртүрлі жан-жақты, мысалы үшін әмбебап препарат деуге болады. Мен өзім осыдан бір 4 жыл бұрын бір кәсе жаңағы земляника дейді ғой, бір кәсе бүлдіргенді алып, соның вареньясын қайнатып, бір кәсені отырдым да жеп қойдым, білмеймін не болған маған. Сол бір тәтті наркоманымын. Содан кейін түнде жатарда үстім қыши бастады. Мойнымнан бастап саусағыма дейін қыши бастады. Ондай өмір болып көрген жоқ менде. Содан кейін сонымен басып қалатын шығар деп ұйықтап қалдым. Сон түнгі 3-те оянып кеттім, әлі қышып жаттым. Тіпті дуылдап скорый шақырайын дедім де, бұл не нәрсе екен біліп алайыншы деп, және интернеттен қарасам, крапивница деп тұр екен, сон аллерген түрі. Онда бүлдіргеннен болды ғой деп. Сол үйде осында 2 флакон тұрған, қызыма деп қойып қойғам, ауырса, мысалы үшін бере қоямын деп. Содан қимай-қимай әген алып өзім жан керек бір флакон ішіп алдым да аузымда ұстап тұрдым. Бір минуттан бір аса, тіпті 1 минуттан бір асты, біраздан 1,5 минуттай болды ма, ана қышып тұрғаны момент басыла қалды. Мен өзім таң қалып кеттім. Сонда бір сиқыр сияқты болып кетті. Егер басқа біреу айтса, мен өзім сенбеуші едім. 1,5 минуттың ішінде қышыған басыла қалды, шаршап ұйықтап қалдым. Таңертең қышима деген бір аздап бастады. Бірақ түндегідей емес, аздап бастап еді. Барып 2-ші флаконын ішіп алдым, момент басып қалды сонда. Сондай, мынау
өте қатты давление көтеріліп кеткенде, жаңағы отравление болған кезде, қатты аллергия, сондай адам бір өліп бара жатқан бір сондай бір жағдай болса, мынау кәдімгідей өмірді сақтайтын нәрсе екен. Расында да грипп бессмертие деп атайтын атына мысалы үшін сайт нәрсе. Сондықтан қазір пандемия кезінде әсіресе мынандай бір коробка кардицепс әрбір біздің қазақстандықтың үйінде болу керек деп мен сондай бәріне шақырамын. Осындай кардицепс заказ беріңіздер. Мысалы үшін 20-500 тұрады. 20-500 ол сіздің өміріңізден неше есе, сіздің өміріңіздің бағасындай болмайды ғой, әрине. 20-500 деген сіздің өміріңізді сақтап қалатын болса, әрине балаларыңыз мысалы үшін кейбір айтады, мынау қымбат дейді да, балалары мысалы үшін жұмалап ауырып жатады, это дорого деп отырады. Мен қиын сондай түсінбеймін сондай адамдарды. 20-500 деген не ол, не тәйірі, баланы мысалы үшін қазір 1-2 сағаттың ішінде жазылып, тәуір болып, жақсы ұйықтайтын болып кетсе, сол тіпті ақша да емес қой. Сондықтан осы кардицепс деген керемет препарат туралы біраз сіздерге бүгін ақпарат бердім. Әлі де айтатын боламын. Енді результаттары өте керемет. Біздің бәрімізге қажет осындай зат. Бүгінгі эфиріміз аяқталды. Қазір бізде Орысша эфир басталады. Сау болыңыздар.